Қайырлы күн достар, бүгін дәмді әрі майонезсіз ерекше соуспен жасалатын келін деп аталатын салат дайындаймыз. YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойыңыздар. Келесі видеода өте дәмді қатпарлы трубочки жасап көрсететін боламын. Каналыма міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Піскен сиырдың тілін соломка етіп тураймыз. Сиырдың тілі 2-2,5 сағатта піседі. Жақсылап жуылған свежий қиярды соломка етіп тураймыз. Жұмыртқаны да тураймыз. Бұл салатқа қосатын жасыл бұршақты қайнаған суға 2-3 минуттай ғана қайнатып аламыз. Мұздатылған жасыл бұршақтың орнына консервідегі жасыл бұршақ қолдансаңыз болады. Жасыл пиязды турап, піскен жасыл бұршағымызды үстіне қосамыз. Салатқа қосатын тұздықты үй жағдайында дайындаймыз. Сарымсақты алып тураймыз. Турап жатқан кезде тұз сеуіп жіберіп турасаңыздар, сарымсақтың суы шығып, тез туралады. Туралған сарымсақты үй қаймағына қосамыз. Үй қаймағының орнына 20-25% қаймақ пайдалансаңыз болады. Оған қыша пастасын немесе түйіршіктелген қыша қосамыз. Лимон шырынын және тұз қосып, араластырамыз. Дайын болған тұздықты салатқа қосып, араластырамыз. Татымына қарай тұз қосып жіберуді де ұмытпаймыз. Мінекей салатымыз дайын. Видеоны ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, подписацияны басып, всені таңдап қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.